Ассаламу алейкум, қадірлі замандашлар, АТВ телеканалының әзиз ықыласпендлері. Мінекей әзиздер, Алла Тағаланың қалауыменен Нүкіс қаласы бас имамы Разып Бахрамадин ұстазбенен басылаған насихат көрсетуінің нәубеттегі санын сіздің ітібарыңызға ұсынып жатырмыз. Ассаламу алейкум, ұстаз. Алейкум ассалам ва рахматуллах. Ұстаз, мына Алла Тағаланың инсанларға берген әр түрлі бейбақа нематлары бар, бірақ айрым инсанлар осы нематларына, инамларына шүкіршілік етпей бір налып атқанын естеміз. Ал негізінде дінімізде сол инсанларды, бенделерді шүкіршілікпенен жасауға шақырады. Һәм сол хақында өзіңіз кеңінен түсіндіріп берсеңіз. Бисмиллах, алхамдулиллах, уассалату уассаламу ала расулиллах. Аллах табараку тағалаға хамду саналар, пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламға салауаты, саламлар болсын. Хақиқаттан Аллах табараку тағала бенделеріне жүді көп неаматларды берген. Әлбетте, осы неаматлардың әр бір бенде өз уақытында қадіріне жете тұғын болса, Аллах тағала және де зияда қылып бере тұғылықты аят кәлемаларында мархамат қылған. Аллах табараку тағала со бенделеріне берген неаматлар хақында мархамат қылып айтады. Астағизу биллах. Ва ин таудду ниъматаллахи ла тухсуха. Садақаллаху азим. Яғни, егер менің неаматларымды санайтұғын болсаңыз, санағына жете алмайсыз деп Аллах табараку тағала мархамат қылады. Хақиқаттан Аллах табараку тағала инсанға жүді көп неаматларды беріп қойыпты, бірақ айырым адамлар міне осы Аллах тағаланың неаматларының қадіріне жетпейді, қиматын білмейді. Себебі инсан өзіне қарағанның өзінде де жүді көп Аллах табараку тағаланың көптеген неаматларын көрулігі мүмкін. Мәселен, көзіміз, тіліміз, яки аяқ қолымыз, осыған ұқсаған нәрселердің әммесі инсанның Аллах табараку тағала тарапынан берілген үлкен бір неаматлар болып есептелінеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис шарифлерде мархамат қылып айтады: "Ниъматани мағбунун фихима касирун минан наси ас-сиххату вал фарағу" дейді. Аллах тағаланың екі неаматы бар, көпшілік адамдар бұл екі неаматтың қадіріне жетпейді. Бірі денсаулық һәм екіншісі тыныштық, хатыржамдылық деп пайғамбарымыз алейхиссалам мархамат қылған. Міне осы хадиске назар тастайтын болсақ, хақиқаттан көпшілік адамдар өзінің қолында бар уақытта қадіріне жетпейтұғын екі үлкен неаматы хақында гәп кетіп жатырыпты. Міне осының бірі тыныштық һәм хатыржамдылық. Яғни бұны сол тыныштықтың қадіріне хақиқи бахасын, хақиқи қиматын кімлерден сұрасақ болады десе, бірінші нәубетте со жұртында ұрыс болып атырған, әр түрлі фитналар болып атырған инсанлардан тыныштықтың қадір қандай десе, хақиқи бахасын бере алады. Бірақ айрым адамдар өзі жасап тұрған жердегі тыныштықтың қадіріне жетпейді. Негізінде бұл хадис шарифке назар тастайтын болсақ, осы денсаулық яки мәселен осы тыныштық бенде үшін берілген үлкен неаматлардан деп айтып жатырыпты. Осы неаматтың әлбетте әр бір адам өзінің қадіріне жетіп бару керек. Сонда оған шүкірлік қылатын болса, Аллах табараку тағала және де зияда қылып беретін екен. Себебі Аллах табараку тағала басқа бір аятта "Ла ин шакартум ла азиданнакум" дейді. Яғни, егер сіздер берген неаматыма шүкірлік қылатын болсаңыз, әлбетте мен зияда қылып беремін дейді. Енді шүкірлік бұл екі түрлі болады. Бірі инсанның тіліндегі шүкірлік болады. Яғни, әрдайым біз ата бабаларымыздан сол нәрсеге әдетленгенбіз. Яғни, біздің халқымызда ауқатланып болғаннан кейін ақырында сол ауқатқа Аллах табараку тағала үшін шүкірлік қылып дуа қыламыз. Мәселен, Аллахым осы берген неаматыңа шүкір деп. Демек, бұл тілдегі біздің неміз болады оған екен, шүкірлігіміз болады оған екен. Енді инсанның шүкіршілігі бұл әрекетінде де болады оған екен. Яғни, Аллах табараку тағала бенденің пейіліменен, яғни іс әрекетімен болады оған шүкірлік, бұл үлкен шүкірлік болады. Себебі Аллах табараку тағала инсанды бенде қылып жаратқаннан кейін өзінің Раббысын Аллах тағалады танулықты, оған ибадат қылулық, бұлан бір шүкірлік болады оған екен. Қала берсе, міне осы тынышлық үшін, мәселен, жұртымыздың тынышлығын және де бекем қылулықты әр бір адам өзін жауапкер деп сезулігі керек. Қолынан келгенше тынышлыққа алып баратуған нәрселерден имканият дәрежесінде атырапындағы адамларға
со қайтарып бір жақсылыққа шақыратуған болса, бұл со Аллах Тағаланың беріп қойған неғматына бір шүкірлік болып есептелінеді екен. Сөз рахмет. Мінекей еліміздің тыныштылығы хақында сол қадіріне жетуіміз керек болған сол неғматларды айтып жатырсыз. Әлбетте біз онша әтібар бермей тұғын, расында да бір қадіріне жете бермей тұғын, бұл Алла Тағаланың інәмі болып есептелінеді. Және жоғарыда тыныштылықпенен қосып денсаулықты да айтып өтіп кеттіңіз. Қазіргі уақытта расында да қолда бардың қадірі жоқ деп, осы бар денсаулығымызға да шүкіршілік қылмай тұрған жерлеріміз болады. Келің осы денсаулық хақында да бір кеңінен түсіндіріп өтсеңіз. Хақиқаттан денсаулық Аллах Тағаланың бендесіне берген ең үлкен неғматларының бірі болып есептелінеді. Соның ішінде хикметлерде денсаулық бұл дені сау инсанның басындағы таж, оны тек қана кесел адам көреді дейді. Мәселен, кеселханаға барып көретін болсақ, қайсы бір жақын адамымыз кеселханада жатырған болса, оның тек Аллах Тағаладан сұрайтын бір нәрсесі болады. Олам тезірек аяққа тұрып, сау адамдар қандай болып жүрген болса, мен сондай қылып жүрсем деп Аллах Тағаладан сұрайтын дуасы сол болады. Демек, денсаулықтың негізгі қадірін сұрауды қалайтын болсақ, оның бағасын білулікті қалайтын болсақ, осы кесел адамдардан, яғни кеселханада жатырған инсандардан сұрасақ, хақиқи бағасын бере алатын екен. Өзі айрым адамдар үйінің көне екенлігіне, яки мәселен мініп жүрген көлігінің жоқ екенлігінен налиды. Бірақ Аллах Тағала мұны ұсыннан басқа қаншадан қанша неғматларды беріп қойғандығын ойламайды. Мәселен, кеше жақында сол денсаулық хақында, денсаулықтың қадіріне жетулік хақында бір ибрат болуы үшін бір уақияны айтып беремін. Кеше жақында бір жігіт айтып беріп жатыпты, өзіміздің осы республикамызда болып жатырған нәрсе, екі қолы жоқ бір жігіт бар екен. Кеше жақында сол шетелге барып, екі қол протез салдырулықты әмелге асырулық үшін шетелге кетіп баратырған екен. Осы протезді біздердің пұлымызбенен 800 миллионға жақын атыраптағы қаражетпенен қойдыратуын екен. Енді осы қолам, протез қолам тек қана 18 функцияны атқаратуын екен. Мәселен, сол бармақларының әрекетке келулігі, яки ысыны сезулік, яки суықты сезулікке ұқсаған тек қана осы 12 қасиетті ғана неғылатуын екен, атқаратуын екен. Енді осы жігіт айтып беріп жатыпты, менің сол Аллах Тағаладан сұрайтын бір дуам бар еді, үмітім бар еді, яғни сондай бір алдыма қойған арманым бар еді. Менің бір қолларым болып, өзімнің жақын адамдарымды бір құшақласам, һәмде өзімнің қолымменен бір автомашина басқарсам деген бір алдыма қойған ниетлерім бар еді деп айтып беріп жатыр. Демек, міне осы жігіттің сөзіне назар тастайтын болсақ, мәселен, осы біздер үшін әпуай болған осы екі қолды және өздері Аллах Тағала жаратқан қолдай болмайды бұл протез қол. Міне соны үлкен мағдардағы қаражетке қойдырулықты ниет етіп жатыр. Ал айрым адамдар болатын болса, міне осы қол, аяқ, яки осы көзіміздің көрулігі, яки құлағымыздың естуіне ұқсаған неғматлардың жетерлішіне қадіріне жетпейді негізінде. Бірақ Аллах Тағала осы неғматларды инсан қадіріне жетулікке шақырады һәм бұған шүкіршілік қылып жасаулыққа шақырады. Мәселен, Аллах Тағаланың бендеге берген неғматларының бірі бұл көз деген неғмат. Әлбетте инсан өзінің көзіменен дүнияны тамаша қылулығы, өзінің жақын атырапындағы инсанларды көрулігі, яғни сол өзінің кереклі әрекетті көзі арқылы басқарулығы, бұл Аллах Тағаланың біз бенделерге берген үлкен бір неғматы болып есептелінеді. Бірнеше жыл алдым, мен өзім сол Жастар телеканалында бір көрсету көріп алдым, көзмоншақ деген көрсету екен. Соның журналистлері көзі әзілердің оқитығын интернатына барады. Яғни сол 13-14 жас атырапындағы оқушылардың сабақ барысын барып съемка қылады. Сабақта әдебиет сабағы екен. Сол сабақта егер қайсы бір адамға бір имканет берілетін болса, оның һәр қандай арманы орындалады деген мәнідегі бір сабақ өтіліп жатырды.
осы сабақ таусылғаннан кейін журналистлер сол жерде отырған көзі әзір болған оқушылардан интервью алып оларды сәубетке тартты. Сонда олардан сұрады, егер сіздерге бір имканият беріліп, яғни сол har qanday арманыңыз орындалады десе, сіз не затты сұрар едіңіз дегенде, олар сондай қылып жауап береді. Олардың жауап беруі сіз һәм біздердің сұрап отырған затымыз емес. Олар айтып отырыпты, әммесі бірден біздердің сол көзіміздің ашылуын қалар едік, сол нәрсені сұрар едік дейді. Сонда және бір қыз айтып отырыпты, мен маған мейірман болған, менің әрдайым қызметімде болған анамның жүзін көруді қалаймын. Мен сол нәрсені сұрар едім деп, яғни сол қатты бір көрсетуден мен тәсір алдым. Яғни бұл нәрсені айтулықтан мақсат айрым жастарымызға бір ибрат болу үшін айтып отырмыз. Себебі перзентлер, айрым жастар өзіне берілген неаматлардың қадіріне жетпесем, айрым уақытлары сол ата-анасының көңіліне тиіп, өзі қалеген нәрсені алып бермегенлігі үшін әттеке ата-анасын қапа қылатұғын перзентлерім бар. Егер сол жаңағы бізге берілген осы неаматлардың қадіріне жеткенде һәм осы нәрсені жастарымызға біз түсіндіріп бере алғанымызда еді, әлбетте біз жастарымыз нашүкіршіліктен тыйылған болар еді. Яғни Аллах Табарак Тағаланың беріп отырған бұл неаматлардың әлбетте қадіріне жеткен болар еді. Рауаятларда келеді, міне осы көз неаматының қадірі қай дәрежеде бәлент екенлігі хақында және айтып кетсек, бұл сахих рауаятларда келеді. Пайғамбар алейхиссалам хадистерінде бір инсан 500 жыл өмір кешірген екен. Аллах Табарак Тағала көп неаматлармен сыйлаған. Бір таудың астында, бір бұлақтың қасында Аллах Табарак Тағала сондай бір жақсы бір мәканды берген. Сол жерде оның қылатуын нәрсесі тек ибадат. Яғни күнәлардан тыйылып 500 жыл өмір кешірген болса, сонша жыл ол ибадатта өмірін өткізген екен. Қиямет күні болып, сол инсанның қылған бұл ибадаты себеблі Аллах Табарак Тағала өзі рахматына алып, періштелеріне айтады, менің рахматым себеблі бұл бендемді жәннетке кіргізің дегенде, сол адам қылған ибадатынан сол өзіне жоғары бақа берген халда, яқ дейді, мен күнә істемедім, мен қолымнан келгенше ибадат қылдым, сонша өмірімді, менің қылған осы ибадатларымды есаплап, мені жәннетке кіргізің дейді. Сонда Аллах Тағала және бір мәрте айтқан екен, менің рахматым себеблі бұл бендемді жәннетке кіргізің дегенде, және сол гәпін ол қайтарады. Үшінші мәрте Аллах Тағала және айтқан уақытта, ол үшінші мәрте және сол нәрсені тәкрарлайды. Сонда Аллах Тағала айтқан екен, менің бұл бендеме берген неаматларымды есаплаң, һәм бұның қылған ибадатларын есаплаң дейді. Сонда бұл 500 жыл давамында қылған ибадаты тек қана бір көз деген неаматының шүкірлігіне ғана жететұғын екен. Сонда Аллах Тағала айтқан екен періштелерге, енді бұл бендемді дозаққа тастаң дегенде, бұл бенде Аллах Табарак Тағаладан жалынып тәуба қылып, Аллахым өзіңнің рахматың себеблі мені жәннетке кіргізгейсің деп сұрағанда, Аллах Табарак Тағала майлы деп жәннетке кіргізген екен. Яғни бұл рауаятларды келтіруліктен мақсат айрым адамдар сол оқып отырған намаздары яки қылып отырған ибадатларына сүйеніп қалмаулығы керек екен. Бұл біздердің қылып отырған ибадатларымыз, Аллах Табарак Тағаланың жолында қылып отырған сол жақсылықтарымыз, бұл Аллах Табарак Тағаланың бізге беріп отырған неаматларына шүкірлікке я жетеді, я жетпейді. Демек, біз жәннетке кіруді қалайтуын болсақ, Аллах Табарак Тағаланың рахматына сүйеніп, Аллах Тағаланың фазылынан біз үміт қылулығымыз керек болады екен. Яғни, бұл жерден осы рауаяттан біз жұмақ қылып алатуын нәрсеміз, Аллах Табарак Тағаланың берген неаматларына егер бенде хақиқи мәнеде шүкірлікті қылулық әрекет ететұғын болса, бәрібір оны шүкірлігін қыла алмайтұғын екен. Себебі, Аллах Табарак Тағала бізге дем алулық һәм дем шығарулық неаматын берді. Егер әрбір мен Аллах Тағаланың берген неаматларына шүкірлік қылама дейтұғын болсақ, дем алғанымызда бір Аллах Тағалаға шүкірлік айтып, әлхамдулиллах деп, дем шығарғанымызда және әлхамдулиллах деп айтулығымыз керек екен. Бұған инсан қадір бола ма? Әлбетте қадір болмайды. Демек, бенде қолынан келгенше Аллах Табарак Тағалаға ядқа алған халда шүкірлік негізінде өмір кешіретұғын болса, әлбетте Аллах Табарак Тағаланың сонымен біргелікте фазылын һәм рахматынан үміт қылған халда жәннетті үміт қылса болатұғын екен.
ибрат үшін болған бір уақияны айтып кетеміз. Яғни сол Аллах Тағаланың ni'matlары қай дәрежеде инсанға көп берілгенлігінің бір көрінісі болып есептелінеді. Мәселен, қол. Аллах Тағала инсанға осы қол ni'матын берді. Осы қолы себеплі қалеген әрекетке келтіріп, өзіне демек қолайлы жұмыстарды істеулігі, яки қол инсан үшін жүзде көп қызметлерді атқарады. Міне кеше жақында бір уақияны естіп алдым. Екі қолы жоқ бір жігіт шетелге барып, протез қол қойдырулықты ниет етіп, соны әмелге асырмақшы болып отырған екен. Енді бұл протез қолам тек қана 12 функцияны атқаратын екен. Мәселен, суықты, яки ысыны сезулі, яки сол бармақларының әрекетке келулігі. Міне соған ұқсаған тек арнаулы ғана әрекетлерді атқара алатын бір қолды 800 миллионға жақын, яғни сол біздердің пұлымызбен мен осындай қаражетке қойдырмақшы болып жатады. Сол жігіттің айтып отырған гәплері, мен Аллах Тағаладан сұрайтын нәрсем, яғни сол алдыма арман қылып қойған затым, менің қолларым болса, һәм әтрапымдағы жақын адамларды құшақлап бір мейіріміне тойсам деймен, һәм де сол өзімнің қолымменен автокөлік, яғни сол машина басқарсам деген нәрселерді арман қылатын едім деп, сол арманларын орындау мақсатында сол пәлен сомға, яғни сол үлкен бір қаражетке протез қол қойдырмақшы. Енді мен әр тараплама қиналып жүрпен деген адамдар міне осы уақияны естігеннен кейін өзіне бір құласа, яғни сол жұмақ шығару керек болады. Осы екі қолымыздың өзі қай дәрежеде қымбат бағалы бір Аллах Тағаланың ni'маты екен. Оған көзіміз бар, құлағымыз бар, тіліміз, яки аяғымыз, бұлардың әммесі егер біз бағалайтын болсақ, дүниядағы ең бай инсанлар екенбіз негізінде. Демек, осы беріп қойған ni'матлардың уақытында біз қадіріне жетіп шүкіршілік қылуымыз керек болады. Ұстаз, міне қазір дем алу һәм дем шығару үлкен бір ni'мат деп айтып отырсыз. Расында да бұның қадіріне біз жақсы жете қоймаймыз, бірақ сол өткен дәуірде, осы өткен 1-2 жылдықтың ішінде енді бұл пандемияның кеткеніне де бір шүкіршілік етіп қойсақ болады. Сол пандемияның уақытында да инсанлар сондай бір вирусқа шалынып, дем алу һәм дем шығару қандай бір үлкен ni'мат екенін түсінді десек те болады. Себебі сол пандемия, сол вирустың ең үлкен сол қорқатығын жері дем алу жолларын тосып тастайтын екен. Одан қалса, сол пандемия болмастан алдын инсанларда сондай гәплерді еститін едік. Жұмыс шаршатып жіберді, болмаса осы көшеде машиналардың шауқымы жақпайды, кішкене бір дем алғанымызда болатын еді, жұмыстан ешқандай демалыс жоқ деген сондай бір налынуларды еститін едік. Құдай Тағала мінекей біздерді демалдырып үйде жатқызып қойғаннан кейін арасында да көп нәрсенің қадіріне жеттік. Ұстаз, мінекей денсаулықтың өзі үлкен ni'мат деп жатырмыз. Өзі ата-бабада да сондай гәп бар. 12 мүшең сау болса, қара басың қанменен барабар деген. Енді осы ni'маттың қадірі былай тұрсын, және де бір табысынан налынатын инсанлар болады. Бізде енді айлығымыз аз, табысымыз аз, және де сол бала шағаны бағуға жетпейді, өмір қалай болып кетті деген осындай бір налынуларды естіп қаламыз. Келің олар хақында да бір кеңінен түсінік беріп өтсеңіз. Хақиқаттан айырым адамлар әпуайы нәрселер себеплі сабырсызлық қылып, яғни сол шүкірсізлік қылып, өзінің қолында бар ni'матлардың қадіріне жетпейді. Өз негізінде дініміз бенделерді шүкіршілік қылулыққа шақырады. Саид ибн Жубайр разияллаху анху рауаят қылған хадисте Пайғамбар алейхиссалам айтады, бірінші болып жәннетке кіретін адам бұл кеңлік уақытта да, тарлық уақытта да Аллах Тағалаға хамд айтып шүкірлік қылатығын инсан дейді. Демек, бұл нәрседе де, яғни сол адам Аллах Тағала тарапынан берілген ni'матлардың қадіріне жетіп, егер мәселен сол кеңшілікте жасап отырған болса, бұны Аллах Тағала маған беріп қойыпты деп, оған шүкіршілік қылатығын болса, яки айырым адамлар Аллах Тағала оны әр түрлі нәрселермен қысылуы мүмкін. Мәселен сол материалдық жақтан, яки денсаулық жақтан, яки перзенттен, егер соған ұқсаған нәрселерден қысып қойған болса да, Аллах Тағалаға хамдылар болсын деп сабыр қылатығын болса, бұл Аллах Тағаланың маған беріп отырған бір сынағы деп білетұғын болса, бұның сыйлығы бұл жәннет болатығылығын біз түсінулігіміз керек болады.
өзі негізінде бенде тарихқа назар тастайтын болса, мәселен пайғамбарлардың алейхиссаламдардың тарихына назар тастайтын болса, жүдө көп ibratlarды алады. Айюб алейхиссаламның сабыры. Айюб алейхиссалам бұл пайғамбар болған. Әлбетте пайғамбар Аллах тәбәрәк тағаладан тікелей вахиді алып тұрған инсан. Бұл пайғамбарлардың дуасы қабыл болатын инсанлар. Бірақ Айюб алейхиссалам бірнеше жыл төсек тартып, сол кеселленіп жатқанлығы, әттеке сол үстін жара басып, сол дәрежеде бір қатты ахуалда жатқан болса да, еш Аллах Тағалаға бір шикаят қылмаған екен. Аллахым, маған шипа бер, мен қиналдым деген гәпті айтпаған екен. Әттеке рауаятларда келеді, жаралары құртылып кеткен болса да, сол құрт жерге түссе, қолыменен соны жарасына сап қоятын болған. Яғни сол дәрежеде Аллах Тағалаға бір шүкіршілік қылып, Аллах Тағаланың берген маған бұл сынағына мен әлбетте сабыр қыламан. Аллахым маған тақат қыла алмай тұғын сынақпен мені сынама деген мәнеде Аллах Тағалаға сол әттеке сондай нәрселеріне де сабыр қылулыққа әрекет еткен. Әлбетте соған ұқсаған нәрселерден бенде өзінің жұмағын шығарулығы керек болады. Демек, инсан қолында бар болатұғын болса, бұған шүкіршілік қылулығы, егер қолында жоқ болатұғын болса, Аллах Тағалаға сабыр қылатұғын болса да, бұның үлкен бір сауап дәрежелері бар екенлігін инсан жақсы ойлаулығы керек болады. Ұстаз Мінекей, бүгінгі сәубетімізден біраз инсанлар өзіне ибрат алады деген үміттеміз. Бізге сондай мазмұнлы сәубет өткеріп берген үшін сізге көп-көп minnetdarшылығымызды білдіреміз. Мінекей, азизлер, шүкіршіліктің өзі де бір үлкен фазилет болып есептелінеді екен. Сол үшін берген неғматлардың қадіріне жетіп жасауды бәршеге несіп етсін дейміз. Демек, азизлер, осының бүгінгі насихат көрсетуімізді жұмақлаймыз. Алдағы уақытларда сондай жақсы кейфиятта АТV телеканалында көріскенше, қош, сау, саламат болың.